Қайырлы достар, 13 сәуір, Шығыстан, табиғи бассейн ертістен сәлем баршаңызға. Біз бүгін мына жерде Альфира апаймен кездесіп қалдық. Альфира апай, сіз осы суық сумен қашаннан бастап шыныға бастадыңыз және қайдан үйрендіңіз? Мен февральда бастадым. Неге бардым, жанмен тәнге барып, ауырып, полиартритпен обострениемен барып, сол жақтан керемет нәтиже алдым. Полиартриттің бәрі ісігі қайтты. Қазір дәрі ішпеймін, гормон ішпеймін. Суық сумен шынығып, таза ауа, Вим Хофтың тынысу алу техникасын өрін жасап, қазір керемет өзім нәтиже алып, күнде міне осы жерге суға келеміз. Бүгін азаматты кезіктір қалдық. Екеуміз Өскемен жанмен тән клубының админі, мен де админмін. Сол. Жақсы, енді жалпы сізге көмектескен сол жаңа полиартриттен суық су и тыныс алу екі-ақ нәрсе көмектесті. Ешқандай дәрі, гормон түгелін алып тастадым. Керемет. Керек емес қазір. Біз қазір осындай көптеген адамдар ауырып сырқаттанып жатыр. Сол кісілерге осы табиғи жолмен емделуге болады ғой, Болады. 100% мен басында көп немен барғам, ойымен барғам. Мынау қалай неме етеді деп. Суық судың сөйтсе суық судың керемет құдіретін барып жанмен тәнде Нұрсел ағамыз миымызға құйып, бүйтіп ашып, көлін тазалап, мусордың бәрін миымызға сондай керемет ақпарат алып келдім. Жақсы, керемет. Вообще мен 180 градусқа өзгеріп келдім. Альфира до, Альфира после болдым ғой. Өмір екі өзгереді ғой, жанмен тәнге барғанға дейін, содан кейін жанмен тәннен кейін. Ішіндегі жанартауым оянды, өш қатты сөйтсе бейшара. Соны керемет қылып, тау тас қопаратын күш пайда болды ғой ішінде. Жаңа қарап тұрмысыз, екі-үш рет мына судан бүйтіп айланып керемет. Ақпан айынан бері шығып жатсыз, осылай суға. Біз енді желтоқсаннан бері шығып жатырмыз. Жақсы міне достар, көрсеңіздер табиғатпен достасқаның, аурумен қоштасқаның дейді жаңа Ахметбек Нұрсел ағамыз. Енді осындай орталықты біз Өскемен қаласына ашайық деген ойымыз бар. Егер де қызықтырса, жазыңыздар, сұрақ қойыңыздар, міндетті түрде алдағы уақытта ашамыз. Осы жерден адамдарға көмектесеміз. Талай адам сырқаттанып жатыр. Өзіміздің табиғи жолмен емделуге болады. Солай ма? Жақсы, баршаңызға сәттілік. Енді денсаулықты күтейік, денсаулық бірінші кезекте болып өтті. Әрине. Күтпейміз.